Қайырлы күн, достар. Бүгін жасайтынымыз слоеный тестеден рулет жасаймыз. Ең оп-оңай рецепт. Бізге слоеный бездрожжевой тесто керек, сыр керек. Біз мелкий қылып уже тергілеп қойдық. Сосын колбасаның қандай түрі болса да, сосиски. Менде молочный сосиски, осындай құттай көбекмен кестім. Сосын майонез. Сосын майонезге біз құттай томат қосамыз, араластырамыз. Ал кептегенде дайындаймыз. Мына майонезбен томатымызды осылай жағамыз, тестінің бәріне түгелде екеуіне. Оны толдырып салу мақсат емес. Кішкентайлап салып, сырмен орай қоясыз, болды. Енді сырымызды саламыз. Енді былай қылып біріншісін бүйтіп бөгеміз. Қатты тығыздамай ораймыз, тығыздамай. Бостау. Мына қараңыздар, екі саусақтың қалыңдығындай қылып кесесіздер мені. Пышағыңызды бос ұстаңыз, қатты күштеп баспаңыздар. Ал енді үстін жұмыртқамен жағамыз. Бірінші үстін, содан кейін жандарын жағып шығамыз. Духовкаға салам, 180 градусқа. Мына рулетіміз дайын болды, 30 минутта пісті. Сіздер енді өзіңіз духовкаларыңызға қарап, қызарғанынша пісіріп алыңыздар. Өте тәтті, дәмді болып шықты. Менімен бірге болыңыздар, лайк басыңыздар.